Қайырлы күн жас түлек. Қалың қалай. Сендермен бірге мен Ағерке Еркінбек. Оқу сауаттылығынан әрі қарай дайындығымызды жалғастырайық. Оқу сауаттылығынан дайындығын қалай? Бәрі ойдағыдай деген ойдамын. Алдағы уақытта үнемі 20-дан 20 алып, тұрақты дәл осы көрсеткішті көрсетесің деген ойдамын. Ендеше бүгінгі сабағымызды бастайық. Тестте ойды жеткізу тәсілдерін таба алмай қиналасың ба? Ендеше бүгінгі сабағымыз ойды жеткізу тәсілдеріне арналмақ. Оқушылар ойды жеткізу тәсілдерін көп жағдайда екінші мәтіннің сұрағынан кездестіреміз. Сондықтан екінші мәтін ондай қатты ұзақ болмағандықтан бірнеше рет қайталап оқуға болады. Қазақ тілінде, яғни дәл осы оқу сауаттылығында ойды жеткізу тәсілдерінің үнемі 5 түрі тестте кездеседі. Бүгінгі сабақта олардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтетін боламыз. Қазақ тіліндегі ойды жеткізудің байланыс тәсілдері 5, олар мыналар: салыстыру, мысал келтіру, дәйек сөз келтіру, байланыс құру, анықтама беру. Бірінші ойды жеткізу тәсілі ол салыстыру. Жалпы салыстыру сөзі баршамызға түсінікті. Тек мәтінді емес, затты алып қарайтын болсақ, заттарды салыстыруда оның бірінің көлемі немесе қасиетінің артық немесе кем екендігіне көз жеткіземіз. Дәл осы сынды біз мәтіндерді де салыстырамыз. Ең алдымен мәтіндерді салыстырғанда оның бір бөлігінің айырмашылығы мен кемшілігіне, ал екіншісінің де айырмашылығы мен кемшілігіне, артықшылықтарына тоқталып көр. Мәтіннің екі бөлігін де салыстыру үшін оның мақсатын, жанрын, стилін анықта. Дәл сол сәтте салыстыру сен үшін әлде қайда оңайға түседі. Егер де мәтіннің бірінші немесе екінші бөлігін салыстыра отырып оқитын болсаң, автор неліктен бұл ойды жеткізді деген сауалға дөп жауап аласың, яғни ол салыстыру үшін. Яғни салыстыру арқылы ойды жеткізу жолын тез анықтаудың тағы бір тәсілі ол кілт сөздер арқылы. Яғни шылаулар мен кілт сөздер арқылы, мысалы ұқсас, секілді, сияқты, оған қарағанда немесе тағы басқалары. Сонымен қатар тұрақты тіркестер арқылы тапсақ та болады. Мысалы, түлкі сияқты қу, қоян сияқты қорқақ, су жүрек немесе тағы басқалары. Оқушылар, сендерге ойды салыстыру арқылы жеткізу түсінікті болды деген ойдамын. Яғни мәтіннің екі бөлігін алып қарағанда бірінің артық, ал екіншісінің кем қасиетке ие екендігін көретін боласың. Келесі тоқталатынымыз ол дәйек сөз келтіру. Дәйек сөз келтіруге көп жағдайда мәтінде мақал-мәтелдер, түрлі өлеңдер, нақыл сөздер келтіріліп жатады. Алайда дәйек сөз келтіруге тек олар ғана емес, төл сөз де жатады. Мысал ретінде Абай жолы романындағы Мұхтар Әуезовтың Самалбек Тілмаштың Абайға айтқан сөздерін былай жеткізгенін де жатқыза аламыз. Оның жалғыз білгенім сол деп айтқаны, алысып жатқан екі жақ бірдей Абайды тыңдау қажет тесті. Бірақ олардың ішінде арғы ниетіңді қандай байлау бар екенін Самалбек білмейді. Оның ойынша Абай не қыларын өзі жақсы аңғаратын болар. Және сол өзіне лайық көрінген дағдылы жолмен куәлік айтқаны Абай басына лайық болар дегенде кеңес тәрізді сөз айтып еді. Оқушылар, мәтін ішіндегі дәйек сөз келтіру арқылы ойды жеткізуді табу әлде қайда оңай. Себебі автордың айтқан сөзі немесе мақал-мәтел біреудің сөзі тырнақшаға алынатын болса, біз оны дәйек сөз келтіру арқылы ойды жеткізуге жатқыза аламыз. Оқушылар, келесі тоқталатынымыз ойды жеткізудің үшінші тәсілі ол байланыс құру. Яғни байланыс құру дегеніміз өзінің аты айтып тұрғандай мәтіннің әңгімелеу түрі. Мұнда оқиға қарапайым түрде әңгімеленеді. Алайда сөйлемдер бір-бірімен үнемі байланыста жүреді. Яғни оқиғадан кейінгі оқиға бір-бірінен мүлдем алшақ кетпей, тұтастай алғанда бір ғана идеяға негізделеді. Яғни айтып тұрғандай мәтіндегі оқиғалар мен сөйлемдер бір-бірінен алшақ кетпей, бір-бірімен байланыс құруы тиіс. Тек сонда ғана біз оны байланыс құру тәсілі арқылы ойды жеткізу деп таба аламыз. Оқушылар, мысал ретінде естеріңде болса, өткен сабақтарда Геркулес шығармасының, яғни тамақтың дайындалу әдісін мәтін түрінде жеткізген болатынбыз.
Яғни тамақтың жасалу жолындағы мағыналар бір-бірінен алшақтамайды. Жалпы, іс-әрекеттердің барлығы бірінен соң бірі байланыс құрып, толықтай тамақтың толық жасалу жолын іске асырады. Оқушылар байланыс құру әдісін табу сендерге әлде қайда оңай деп ойлаймын. Яғни, байланыс құру әдісін шатастырып жатсаңдар, онда тамақ жасау әдісі қалай болса, байланыс құру әдісі де дәл солай деп жаттап алыңдар. Оқушылар, келесі тоқталатын төртінші әдісіміз ол мысал келтіру. Яғни мысал келтіруде күнделікті өмірге қарағанда сатира, әзіл, қалжың, әжуа, кекесін үнемі толып жүреді. Дәл осы көркемдік тәсілдерді сақтай отырып, мұнда мәтін, баяндау, әңгімелеу тәсілі арқылы көп жағдайда жасалады. Мысалға, көп жағдайда жануарлар, өсімдіктер, жәндіктер алынады. Барлығыңда Ахмет Байтұрсыновтың 40 мысалын білетін шығарсыңдар, яғни әрбір оның 40 мысалы осы мысал келтіру әдісіне жатады. Оқушылар, сендер жоғарғы сынып түлегі болғандықтан, сендер үшін кез келген тақырыпты жақсы түсіне алу әлде қайда оңай деген ойдамын. Біз мысал келтіру әдісіне тағы бір мысал келтіріп көрейік, яғни Крыловтың Абай аударған Кесек пен Бұлбұл мысалы. Дәл осы мысалды іздеп тауып көріңдер де мысал келтіру әдісінің қалай жүзеге асқандығына назар аударыңдар. Яғни мұндағы есектің өтініші бұлбұлға ән салып бер деуі. Сонымен қатар мұндағы бұлбұлдың сайрап, әсем ән айтуы. Ал дәл осы бұлбұлдың әсем әніне есектің берген бағасы, оның көңілінің толмауы, оның айтқан сыны. Дәл осы шумақтарды тауып көретін болсаңдар, мысал келтіру әдісін толықтай түсінесіңдер. Сені ізденімпаз оқушы деп ойлаймын. Оқушылар, келесі тоқталатынымыз ойды жеткізу тәсілінің ең соңғы түрі, әрі сендер білу керек соңғы түрі, ол анықтама беру. Оқушылар, анықтама беру кезінде міндетті түрде сын есімнің, үстеудің, етістіктің өткен шағы қолданылуы тиіс. Яғни анықтама беру тәсілі дегеніміз сипаттау мәтіні. Оқушылар, анықтама беру мәтінін түсінген кезде ең алдымен көздеріне дәрігердің біздің ауруымызға берген анықтамасын естеріңе түсіріңдер. Оқушылар, анықтама беру тәсілін жаттау үшін ең алдымен бірден көз алдыларыңа дәрігердің ауруға жазып берген анықтамасын елестетіңдер. Яғни дәрігер осы сәтте ауруды қалай сипаттайтын болса, жазушы да осындай оқиғаны, мекенді, кейіпкерді дәл солай сипаттайды, оған анықтама береді. Мысал келтіріп көрейік, Бандыны қуған Хамит шығармасындағы жазушының сол оқиға болған мезгілмен қатар күзгі табиғатты қалай сипаттағанын бірге оқып көрейік. Күн шайдай ашық жылы еді. Аспанда бұлт жоқ, жел де жоқ. Хамит жалғыз бір ескілеу жолмен келеді. Айнала қалың иірім орман. Бойлап таласа жарыса шыққан қайың мен қарағай. Және әредік қалың қарағаймен жарыса шыққан теректер де көрінеді. Қайың мен терек ағаштардың жапырақтары шалғырт тартып сарғая бастаған. Оқушылар, сендерге анықтама беру тәсілі түсінікті болды деген ойдамын. Бүгінгі сабағымыз осымен тәмам. Бүгінгі сабақта сендер мәтіндегі ойды жеткізу тәсілдерін ұғындыңдар. Оларды естеріңде шығармай, мен айтқан қағидалар мен баламалар арқылы жаттап алуды ұмытпаңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар.